қайырлы таң, Ақтөбе. Баршаңызға қайырлы таң. Бүгінгі күн сәттілікке толы болсын. Қандай да бір жоспарды ойға алған болсаңыздар, жоспарларыңыз міндетті түрде орындалсын деймін. Сәлеметсіздер ме? Аты жөнім Бергайзин Саян. Мен Ақтөбе қаласынданмын. Табиғат біздің тіршілігіміздің тірегі. Біз күн сайын қоқыс шығарамыз. Бірақ сол қалдықтардың ішінде қайта өмір беруге болатын заттар қаншама. Абай атамыз айтқандай, кім өзіне махаббат қылса, сен де оған махаббат қыл. Яғни табиғатты сүйсең, ол да саған жақсылықпен қайтарады. Мен осы қалдықтарды жай тастамай, пайдаға асыруды шештім. Мысалы, мына пластик бөтелкеден мен шағын гүл салғыш жасап жатырмын. Ал мына қаңылтырдан қалам салғыш дегендей. Бұл арқылы мен табиғатты қорғап қана қоймай, өз бөлмеме ерекше әшекей бұйым жасаймын. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Абайдың осы сөзі бізге ой салады. Егер үйреніп, әрекет етсек, тіпті қалдықтан да пайда табуға болады. Біз бәріміз табиғат туралы айтамыз, бірақ нақты іс аз. Мен өз таңдауымды шештім. Мен табиғатты қорғауды өзімнен бастаймын. Ал сен ше? Міне, кішкентай ғана әрекет үлкен нәтижеге алып келеді. Ақтөбе менің мекенім. Бұл қалада әр тал, әр өзен менің балалық естелігім. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма. Мен табиғатты қорғап, туған қаламды көркейтуге үлес қосқым келеді. Бір тал кессең, 10 тал ек демекші, табиғатқа жасаған жақсылығың, өз болашағыңа жасаған жақсылығың. Кел, бірге таза әдемі Ақтөбені қалыптастырайық. Адам мен табиғат ажырамас достар. Досқа қиянат жасамайық. Күн сайын кішкентай жақсылық жасайық. Суды үнемдейік, ағаш егейік, қоқысты сұрыптайық. Абай атамыз айтқандай, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Табиғатты да дәл солай, өз ісімізбен қорғау керек. Табиғатты сүйейік, қорғап жүрейік. Өйткені табиғат тіршіліктің тірегі.